Сәлеметсіздер ме достар, арнаға қош келдіңіздер. Гемоглобинді бір күнде дәрісіз көтеруге болатын туралы айтатын боламыз. Бірден басыңыз ауырып айнала ма? Қанша демалсаңыз да шаршау басылмай ма? Онда төменде жазылған әдісті қолданыңыз. Гемоглобин қанның құрамына кіретін ақ уыздың атауы. Оның негізгі қызметі біз тыныс алу кезінде жұтатын оттегі молекулалармен бірігіп қан ағымымен басқа мүшелермен ұлпаларға тарайды. Екінші маңызды міндеті оттегін тасымалдау. Көміртегі диоксидін ұлпалардан алып керісінше өкпеге апарады. Біз тыныс алу арқылы көмір қышқыл газының тіндерін тазалаймыз. Бір сөзбен айтқанда, гемоглобинсыз толыққанды дем жұту, дем шығару мүмкін емес. Сондықтан да оның түсуіне жол бермеңіз. Әрі түскен жағдайда көтеру шараларын қарастыру керек. Гемоглобиннің түскенін қалай анықтаймыз? Егер ақуыз аз болса, онда адам жеткілікті жағдайда ауа жұта алмайды. Жүрек, ми және басқа да органдар оттектің азаюынан зардап шегеді. Бұл кезде адамның жұмысы ықыласы төмендеп, жалпы жағдайы нашарлайды. Сонымен қатар, адамның бойын әлсіздік, әлжуаздық билейді. Тез шаршағыс болады, басы жиі айналады. Жүзі қуқыл тартады, әсіресе қызыл иек бозғылттанып ағара бастайды. Жеңіл әрі тез ентігу болады, жүрек қағысы да жиілейді. Міне, осы белгілері өз бойыңыздан байқасаңыз, дереу терапевт дәрігерге тексеріліңіз. Гемоглобиннің деңгейін қан сараптамасын жасап анықтайды. Жалпы жоғарыда айтылған белгілер гемоглобиннің және де басқа да дерттің белгісі екенін біле жүріңіз. Мәселен, қан аздықтың белгісін білдіріп жүрек, қан тамыр жүйелері сыр беру мүмкін. Сондықтан да өз бетіңізше ем қабылдаудан алдын міндетті түрде дәрігердің алдынан өтіңіз. Гемоглобинді көтермесеңіз, мына қауіпке ұрынасыз. Дәрігер сізді толық тексеруден өткізген соң гемоглобиннің неден түскенін анықтайды. Көп жағдайда жүктілік және емізулі кезде гемоглобин түседі. Оған қалыпты жағдай деп қарауға болмайды. Дәрігер ұсынған ем шараларды толық жүргізу керек. Одан бөлек, арықтауды мақсат кеткендерге гемоглобин төмендейді. Егер оны өз қалпына келтірмесеңіз, онда созылмалы бүйрек ауруына, бауыр циррозына, гипотереоз түрлі қатерлі ісік ауруына шалдығу қаупі бар. Гемоглобинді қалай көтереміз? Гемоглобин төмендеп кеткен бе, соңғы кезде өзімді жайсыз сезініп жүрмін деп өзіңіз үйде дәрігерге қаралыңыз. Оған қоса біз ұсынған мына 6 әдісті қолданыңыз. Біріншісі, құрамы темірге бай азықтарды тұтыныңыз. Гемоглобин темірдің жетіспеуінен төмендейді. Сондықтан да құрамы темір элементіне бай тағамдарды жеуге әдеттеніңіз. Нақтырақ айтқанда, ет пен балықты, бауырды, бүйректі, жүрек пен сиырдың желінін, саумалдықты қырыққабатты, брокколиді, басқа да жасыл түсті көкөністерді, фасоль мен чечевицаны, жұмыртқаны, жаңғақ пен шекілдеуікті, кептірілген жемістерді үзбей жеуге тырысыңыз. Екіншісі, фолий қышқылын қабылдаңыз. Фолий қышқылы Б тобындағы дәрумендердің бірі. Ол гемоглобиннің бір бөлшегі ретінде ағзаны толықтырады. Егер бұл затты жеткілікті түрде қабылдала алмасаңыз, онда ағза фолий қышқылының жетімсіздігінен туындаған қанастыққа шалдығады. Фолий қышқылын салат жапырағынан, саумалдықтан, қырыққабаттан, фасоль, горох пен чечевицадан, қоян шөптен және тауық жұмыртқасынан таба аласыз. Үшіншісі, С дәруменін ұмытпаңыз. Құрамы темірге бай тағамдар мен биоқоспаларды қабылдау жеткілікті десе де, ағзаңызды С дәруменімен толықтыру тіпті керемет болмақ. Сондықтан да С дәруменінің қайнар көзі болып табылатын апельсинді, мандаринді, грейпфрутты, құлпынайды, қара қарақатты, саумалдық пен қырыққабатты үзбей жеуге кеңес береміз. Төртіншісі, А дәрумені мен айтарлықтай қызмет атқарады. А дәрумені немесе бета-каротин де өте маңызды элемент. Гемоглобиннің алдын алу үшін құрамында А дәрумені кездесетін балықтың майын, тәтті картоп, саумалдық пен ас қабақты көбірек жеңіз.
Бесіншісі, кальций элементінде маңызы бар. Темірден бөлек кальций элементінде гемоглобин мөлшерін қалпына келтіретін қасиеті бар. Сондықтан да тамақтану мәзіріңізден кефир, йогурт пен творогты соя тұздығы мен інжірді түсірмеңіз. Алтыншысы, құрамы темірге бай биоқоспаны қабылдаңыз. Мұнда өз бетіңізше қабылдауға болмайды, міндетті түрде дәрігердің рұқсаты керек. Дәріханадан табылатын бұл биоқоспалардың қай-қайсысы болса да түрлі дәрумендер мен макро элементтерге бай. Егер сіз биоқоспаны бақылаусыз ішсеңіз, онда мөлшері асып, ағзаға айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. Мәселен, А дәрумені мөлшерін артық қабылдасаңыз, онда гипервитаминозға шалдығасыз. Бұл кезде жалпы жағдайыңыз нашарлайды. Бас сүйек ауруларына тап боласыз. Шашыңыз түсіп, көру қабілетіңіз нашарлайды. Сондай-ақ темір элементімен артығымен қабылданса, ағза гемохроматозға шалдығады. Салдарынан бауыр, ұйқы без, қалқанша без, жүрек қан тамыр жүйесі ауырып, түрлі қатерлі ісіктің туындауына себепші болады. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ем болсын, достар.